Қайырлы күн. 1992 жылы қазан айында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен Қазақстан Алматы қаласында бірінші рет діни конгресс өткізілді. Қазан айында конгресс өткізілгеніне байланысты 18 қазан рухани келісім күні болып аталады. Сәкен Сейфуллин атындағы тарих-өлкетану музейімізге ауданымыздың құрметті азаматы, ардагеріміз Әбеуов Қайрулла әкесі Бәкір Молданың 19-20 ғасырларда ұстаған Құран кітаптарын әкеп өткізді. Ол кісі Бәкір Молда өте білікті, білімді молда болды. Сол кісінің кезінде Меккеге атпен барған екен. Сол кезеңде Меккеден әкелген Меккенің құмалдарыңыздан. Және маржан тасты тәшпісі. Алдарыңызда ауданымыздың алғашқы депутаты болған апамыз Әркен Оспанованың жайнамазы. Және ол кісінің баласы Марал Хасеннің басына киген топысы. Осы жабдықтар намаз оққанда пайдаланады. Барша халықты берімділікке, игілікке, бірлікке үндейтін рухани келісім күні құтты болсын. Қазақстанның әрбір отбасына тек қана жақсылық тілейміз, тыныштық тілейміз, отбасы аман болсын. Ауданымыздың орталық мешітінің бас иманы Искаков Айтболат ағамыздан рухани келісім күніне сұхбат алғам, сонымен танысып болыңыздар. Ислам діні, татулық діні, бейбітшілік діні. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 92 жылы бүкіл дүние жүзіндегі дін басыларын жинап, Алматы қаласында үлкен бір форум өткен болатын. Бұл форум бұрын болмаған шаруа еді. Мысалы үшін мынау христиан діні болсын, ислам діні үшін қандай діндер болса да неше түрлі ағымдарға, түрлі ағымдарға бөлініп кетіп, олардың басы қосылмай келген еді. Сол уақытта біздің мұсылман дінінің имамдары менен мынау яһудилердің раббиндері, содан кейін епископ дейді христиандар, солардың бәрі бір-бірімен өзара мынау бейбітшілік үшін, халық арасындағы татулық үшін, әлемде тыныштық болу үшін өзара бас қосып пікір алмасқан болатын. Жалпы алғанда мынау ислам діні деген сөздің өзінің түбір сөзінде егер аударатын болсақ, амандық, есендік, татулық деген мағынаны білдіреді. Ислам дінінде ислам мұсылмандардың сәлемдескеннің өзіндегі ассаламу деген сөзді, мұсылман деген сөздің өзі де бұлардың бәрі түп-түгел есендік, амандық деген мағынаны білдіреді. Жастар, құрметті жамағат, қадірменді мұсылман қауым, сіздерге енді осы бүгінгі рухани келісім күніне байланысты әсіресе мынау жастарға айтатынымыз, мынау елімізде болып жатқан тыныштықты, осы бейбітшілікті, осының қадірін білейік. Көп жағдайда біздер соның қадірін білмей жатамыз. Сондықтан да құрметті жамағат, сіздерге айтатыным, жастар, еліміздегі тыныштықтың қадірін біліп, осы тыныштықты ары қарай жалғастыратын құрметті қалайық сіздерсіздер. Әрқашанда еліміз тыныштықта болсын, басымыз амандықта болсын. Аллаху акбар. Амин.